Әрине бұл жалғыз жолы емес. Екінші бір әдісті көретін болсақ, тоже цикл for қолдану арқылы. Бірақ бұл жолы бізде бос тізім болмайды. Бізде мысалға 4 нөлден тұратын бір массивті алдын ала құрастырып аламыз. Сөйтеміз де цикл for арқылы әрбір элементті өзіміз қалаған бір массивпен ауыстырып шығамыз. Аның інші элементі, яғни А массивінің ішіндегі інші элементті алмастырамыз немен? Жаңа бір массивпен. Ол массив мысалға 3 нөлден тұратын бір массив болсын. Енді бұл жолы нәтижені қарайтын болсақ, бізде керісінше 3 нөлден тұратын 4 массиві бар матрица пайда болады. Қарайық. Міне 3 нөл, 3 нөл, 3 нөл, 3 нөл. Яғни 4 жолы бар. Неліктен олай? Себебі бізде алғашында А деген, алғашқы Аның да күйін көруге былай команда жазайық, запуск басатын болсақ, алғашында бізде А 4 нөлден тұратын болды. Сосын біз цикл for арқылы сол 4 нөлдің барлығын ауыстырып шықтық. Неге? Бірінші нөлді алдық та 3 нөлден тұратын массивке ауыстырдық. Яғни мынаны мынамен алмастырдық. Келесі айналымда мына нөлді мынамен алмастырдық. Кейін мына нөлді мына 3 нөлден тұратын жолмен, және соңында соңғы нөлді тура осылай ауыстырып шықтық. Енді бұл да бізге Аның ішіндегі нөлінші жолдағы екінші элементті 7-ге ауыстыр деп қайттан print A деп жазатын болсақ, запуск басқанда тек мына жерде ғана 7-нің өзгергенін көріп, мына жерлердегі өзгерістердің болмағанын көз жеткізсек болады. Бұл да бізге дұрыс матрицаның құрастырылуына көмектесетін жол. Мына жолды да қолдануға болады, немесе алдыңғы айтқан жолды да қолдануға болады.